Міне қараңыздар, қыздар, осындай әдемі костюмымыз дайын болды. Легкий летний вариантта, жеңі мына жерде байланады, мойын ойынсы осындай әдемі болып кеткен. Жең аузы мына жерге кнопка қадайтын боламыз. Осылай әдемі болып тігілген. Алдыңғы жағы кішкене үшбұрыш болып кеткен. Артқы жағы міне осылай притальный болып тұрады. Осындай әдемі. Жеңнің үсті осындай немножко фонарик болып тұрады. Иықтың үстіңгі формасы. Міне осындай әдемі костюмді бүгінгі видеода тігетін боламыз. Қыздар, міне жалпы лекаланы құрастырып қойдық. Костюмчиктің мына матадан тігетін боламыз. Мына жерде алдыңғы бөлігі 2 дана етіп пішіледі. Біреуі мынандай қысқа, екіншісі ұзын. Одан кейін артқы бөлігі ортасы тұтас болып пішіледі. Мынау қысқа жең, мына жерде ұзын жең. Қайсысын жасасаңыз да 2 дана етіп пішесіз. Мынау алдыңғы бөліктің подборты, мынау артқы бөліктің подборты болады. Бұлар дублеринданады. Және жең аузына тігілетін манжет. Егер ұзын жең жасайтын болсаңыз, бұны да пішесіз, и бұл дублеринданады. Мынау жанына байланатын бауы, бұған дублерин қажет емес. Енді осының барлығын жегін осылай айналдыра, шетіндегі сызықпенен қырқып алатын боламыз. Одан кейін матадан пішеміз. Мына жерде қазір барлығын қырқып қойдық. Енді сіздерге лекаланың ішінде мына жерде қысқа жеңі бөлек, ұзын жеңді бөлек жасадық. Сол екеуін осылай бірге ішіне салып бергім келіп тұр. Мынаның ішінде осындай сызық болып тұрады. Сіздерге қысқа жең болса, осының ішіндегін кесіп ала саласыздар да. Ұзын жең болса, сыртындағысын айналдыра кесе саласыздар. Қайсысы қажет, соны ала бергенге ыңғайлы әрі парақ эконом ретінде осылай жасағым келіп жатыр. Қазір алдыңғы бойды осылайынан 2 дана етіп пішіп аламыз. Кейін ең соңынан мынау артық болып тұрған біреуінікін кесе салатын болам. Қайсысы? Енді менде матаның екі беті бірдей болып тұр да, қай бетін алсам да бәрібір деген сияқты. Ал енді сіздерде дәл осындай жағдай болатын болса, мынау үстіңгі жақ бетіне келу қажет, яғни оң жақ бетінде тұру қажет. Соны есептейсіздер. Яғни матаның теріс жағынан пішіп жататын болсаңыздар, мына өздеріңізге қойып көресіздер ғой, өздеріңіздің оң жақтарыңызда тұратындай етіп пішесіздер. Міне мына жерде артқы бойды пішкен кезде осылайынан пішіп аламыз. Артқы бойын ортасы тұтас болып пішіледі. Мына жерде жеңнен 2 дана пішіп аламыз. Біз қазір ұзын жеңді пішкелі жатырмыз. Қысқа жең қажет болса, қысқасынан пішесіздер. Осыны айналдыра кесіп алам 2 дана. Мына жерде матаны 2-ге бүктедім. Мынау кромкасы тұрған жерге белдіктің 2 дана етіп осы жерге пішіп аламыз. Және осыдан тағы қысқа етіп, кез келген кусок жерінен тағы 2 дана шығарамыз. Өйткені ішкі жақ бетінен қыстырылатын орынға. Ал мынау ұзын екеуі ол сырт жақта байланатын жеріне. Мына жерге ішкі подбортына осыдан ұзын 2 дана тоже кесіп аламыз. И дублериндаймыз. Қыздар, мені қараңыздар, мына жерде бізде костюмның артқы бөлігі ортасы тұтас болып пішілді. Алдыңғы бөлік 2 дана, алдыңғы бөлікке подборт 2 дана, сосын дублерин тоже 2 дана пішілді. Жең аузына манжет 4 дана пішілді негізгі матадан, дублериннен 2 дана пішілді. Мынау артқы мойын ойынсына подборт ортасы тұтас пішілген дублеринмен бірге. Жең 2 дана, мынау алдына байланатын 2 дана. Қазір тағы мынандай кусок 2 дана пішетін боламыз. Ол ішкі жағында бір жақ бетіне былай қарай қыстырып қоюға арналады. Оны тігу барысында көрсетеміз, сол кезде түсініктірек болады. Жалпы міне лекаласы осындай. Егер де дәл осы костюмның бір размер лекаласын алатын болсаңыз 1000 теңгеге ала аласыз. Барлық размері қажет болатын болса, 42-ден 56-ға дейінгі размерін 3000 теңгеге ала аласыз. Давайте енді тігу жұмыстарына кірісейік. Мына жерде қазір вытечкаларды осылайынан қырқып, лекалада мына жерге қойдық та сызып алдық. Қазір өшетін ручкамен осылайынан сызып белгілеп қойдық. Осы вытечканы тігіп алатын боламыз. Екінші жақ бетіндегі вытечканы тоже солай тігетін боламыз. Мына жақтағы вытечканы алдыңғы жақтағы тоже осылайынан лекалада кестік. Ал матада кеспейміз. Осы күйінше сызып қоямыз да, осы жерде қазір вытечкасын тігетін боламыз. Екінші жақ бетін тоже осылайынан жасап алдық. Қыздар, мына вытечканы тіктік, сосын үтіктеп тастадық. Біздің жаңағы сызған ручкамен барлығы өшіп кетті. Артқы бойды да солай үтіктеп алдық. Мінекей. Енді иық тігістерін қосамыз. Мына жердегі иық тігісін, араны, мынау жан тігістерін полный қосып аламыз. Мына қыздар, мынау әдіп, дублеринданған иық тігістерін тоже осы жерде тігіп аламыз. И мынау алдыңғы жағын полный айналдыра оверлок жасап шығамыз. Мына жерде бізде жеңнің 2 жағын бөлек ашып оверлок жасадық. Енді қазір астыңғы жағынан бір 7-8 см қалдырамыз да, жоғары қарай 1 см арақашықтықта осылай тігіп аламыз. Мына жақ бетінде дәл солай. Осы кезде жасаған кезде мынандай жіңішке болып кіріп тұратын жағы алдыңғы жақ болады, ал ұзынырақ шығып тұрған жағы арт жақ болады. Соған мән береміз. Екеуін істеген кезде екеуі бір-біріне сондай былай бір жақ бет болып қалмасын, соған мән беріп қараймыз. Мынау бізде қазір бау болады. 2 ұзын және 2 қысқа бауымыз бар. Осының бір шеті ашық болады да, мына жерді айналдыра былай
тігіп аламыз 0,5 сантиметрден. Мына жақта да дәл солай ұзын етіп мына жағын тігіп аламыз. Бір жақ беттері ашық болады, мына шеттері ашық болады, чтобы аудару үшін. Осыны осылай айналдыра төртеуінде тігіп аламыз. Міне бізде қазір мынау мойын ойындысы полный, алдыңғы жақ мынау мойнына тігілетін әдібі. Астыңғы жақ бетін осылай не жасап алдық, айбырлық жасап алдық. Енді қазір мына жерде иық тігісіне келтіреміз осылай. Инемен қыстырамыз. Мына жақ бетінде дәл солай инемен қыстырамыз. Иық тігістерін келтіріп. Мына ортасы да осы кезде сәйкес келуі қажет. Ортасын инемен осылай қыстырып аламыз. Егер артық болып тұрса, тігістері қай жағы артық, соның тігісін көбірек тігіп, бір-біріне сәйкестендіріп аламыз. Так, былай. Енді мына жақ бетін полный осылай инемен қыстырамыз. Инемен қыстыру барысында біздің мынау қай жақ беті үстінде тұрады, соған мән береміз. Үстіндегі тұратын жақ осы өз күйінде қалады. До конца алып кетеміз. Осы жерде бізде лекалада алдында тур ортасында белгі белгіленген. Былай қойған кезде тура ортасында өзінде белгілеп қойғанбыз. Мына осы жерден бауды тігуіміз қажет. Осы жерге белгі қоямыз. Осының үстіңгі жағына бауды қыстырып кетеміз. Екінші жақ бетінде белдік тұсын белгілеп, белдік тұсына тоже қалдырамыз. Мынау үстіңгі жақ болатын болса, осыған қарама қарсы мына жақта біз тігіп қойдық қой, осы жерде тігілген белдіктің орнын ғана сөйлеміз да сол жерге келтіреміз. Бірінші бұны жасамаған себебіміз қай шет үстіне келеді, қай шет астына келеді, кішкене түсінбей қаласыздар да, сол үшін оны жасаған жоқпыз. Қазір енді осы жерді сөгіп, осы жерге мынандай тіккен лентамызды оң бетіне аударып осылай қыстырып кететін боламыз. Так, тағы бір нәрсе, мынау астыңғы жағына кіріп кететін жақ. Тура соны мына жердегі лента бойынша артығын кесіп тастаймыз. Мына жердегі сызық 3 сантиметр тігіске деп есептейміз. Тура осы жерді түзу етіп былай қайырамыз да. Мына жердегі тұрған артығын кесіп тастаймыз. Бұл ішкі жақ бетіндегі қалатын орны. Егер бұны кеспесек, мына жағында да 3 бұрыш, мына жағында 3 бұрыш деген сияқты шығып тұрады. Міне мына жерде полный біз мынау мойын ойындысында айналдыра инемен қыстырып шықтық. Осы кезде мынау астыңғы жағында белгіленген орын. Алдыңғы жағын қоямыз да, тура астында қайырылмай тұрып есептеп осы белгіленген орынға қысқа бауды белгілейміз. Екінші мына жақта тура мынандай алдын белгілеп қойдық. Ол жерге мына белгілеген жерімізге сызығын шықпай қалды. Қысқа баудың екіншісін қойдық. Бұл былай ішкі жақ бетіне қарай мына екеуі кнопкамен қыстырылады. Одан кейін тура осындай белгі мына жақ бетінде де жасаймыз. Бірақ бұнда мына да ішінде жасасақ, мынаған сыртына жасаймыз. Мына белгіленген жерден жоғарғы қарай сыртына бір бау, ал мына жерде турына ортадағы бауға тоже сырт жағына шығатын бір бау жасадық. Сонда қазір біздікі ішкі жағына былай қалады. Мынаны былай қарай жапқан кезде сыртында мына жерде байланатын тағы бір бауымыз қалады. Ал астыңғы жағы, сыртқы жақ шығатын жағы ұзындау болып тұрады да, ішкі жақ бетін тегістеп жіңішке етіп кесіп тастадық. Ол ішінде қалып кететін болады. Міне жалпы көрініс осылай. Енді айналдыра тігіп шығамыз. Мынау ішкі жақтағы бауды, мына жердегі бауды және мына жерді айналдыра тігіп шығамыз. Бау тігілген жерлерге міндетті түрде закрепка береміз. Мына жерде мойын ойындысына осылай астыңғы әдібін тігіп алғаннан кейін, мынау майысып тұрған, былай қарай майысатын жерлердің барлығын арасын жақын етіп, тігіске 0,1-0,2 мм жеткізбей осылай қырқып шығамыз. Содан кейін барып оң бетіне аударып үтіктейтін боламыз. Мынау бізде жеңнің астына тігілетін манжеті. Оған мынау үлкен болып тұрған жағын қалдырамыз. Былай жіңішке болып кеткен жақ астыңғы жағын тігеміз. Мына жерді былай 0,5, былай 0,5, былай 0,5 сантиметрмен тігіп аламыз. Мынаны да дәл солай айналдыра тігіп аламыз. Қазір мынау жеңнің үстіне сборка жасау үшін осылай тігіс түсіріп аламыз. Тең жартысынан почти, мынау екі аралықтың тең жартысынан былай қарай тігіс түсіреміз. Машинаның астынан келіп атқан жіпті осылай тарту арқылы немножко сборка жасаймыз. Көп емес, сборкасы шамалы ғана болады. Так, екінші жақ бетінде дәл солай. Содан кейін мынаны оң бетіне аударамыз. Мына астындағы тігістерді бір-біріне сәйкестендіреміз. Жеңнің алдыңғы жағы алдына, артқы жағы артына деген сияқты келу қажет. Кішкентай болып, жіңішке болып тұрған жағы алдыңғы жағына болады. Былай ойылып тұрған жағы алдыңғы жағына келу қажет. Осыны сәйкестендіреміз. Енді мынаны үстіңгі жағын ұстап, былай теріс жақ бетіне аударамыз. Сонда оң беті оң бетіне келеді, теріс жақ беті теріс жақ бетіне келеді. Енді мына жердегі иықты бір-біріне сәйкестендіріп, сборкасын сәйкестендіріп, бірдей етіп
белгілеп шығамыз. Мына жерде былай есептеген кезде, өз сборка жасаған кезде астыңғы жағы ұстасаңыздар үстіне келеді. Немесе үстіне тура үстіне төгілу керек, белгісі бар. Сол белгіні қойсаңыздар болады. Мынандай ортада белгі, тура ортадан былай өтіп тұрған белгі бар. Сол белгі мына тігіске келуі қажет. Соны сәйкестендіріп алсаңыздар болады. Ал уже тігіп жүрген кісілер осылай ұстап өздері формасын келтіріп ала береді ғой. Енді инемен айналдыра қыстырып шығамыз. Осы кезде бір мән беретін нәрсе, мына жердегі сборкалар. Бір жерінің сборкасы көп, бір жерінің сборкасы аз болып қалмасын, соны осылай теңестіріп, бір тегіс етіп жасаймыз сборкаларын. Сөйтіп инеменен қыстырып шығамыз. Міне осылай бір жағын теңестіріп аламыз бірінші, сосын екінші жағын теңестіріп аламыз. Дәл солай екінші бетінде инемен қыстырып аламыз. Мына түгел айналдыра осылай инемен қыстырып алып, мынау негізгі алдыңғы артқы бой жақ бетінен айналдыра 1 см арақашықтықта тігіп оверлок жасап аламыз. Қыздар, қараңыздар, біз қазір мынандай костюм істеп жатырмыз. Осы костюмды қалай сәндесек деп ойлап тұрмыз. Былай сәндесек па, әлде мынандай қара оюлар істетіп, полттермен қара ою жабыстырған әдемі ба? Давайте бағалап кетіңіздер. Қайсысы? Маған, мне кажется, мынау яркий, летний әдемі болатын сияқты да. Жалпы осындай аузына манжет жасаймыз, енді етегі и арт жағынан металлный әдемі костюмның лекаласын шығарып жатырмыз. И біз мынау ДТФ қой, ровный сублимациямен тоже басып көрдік. Осылай әдемі басылады екен. Соны ойлап тұрмын. Егер барлықтарыңыздың дауыстарыңыз осыған берілсе, осындай ою басамыз. Ал егер қараға берілсе, қара ою жақсы деп, классика деп ше, ол кезде қара сублимация басатын боламыз. Қыздар, мені қараңыздар, қазір мына жерде костюмымыз, жеңі, манжеті айналдыра тігіп алдық. Мына бұрышын кесіп тастап барып аударсаңыздар болады. Болмаса просто осылай бүктеп аударуға тоже болады. Біз қазір осылай аудара салып жатырмыз. Екінші жақ бетінде сөйтіп жақсылап үтіктеп аламыз. Осылайнан аударып. Енді үтіктеп аламыз. Міне қазір енді жеңін, мынау манжетті мынаған әкеліп қондыруымыз қажет. Ең бірінші мынау астынан келетін жіппен осылайнан сборка жасап аламыз. Осы жасаған сборкамыздың көлемі мынаменен мына аралыққа келу қажет. Осы сборканы жасап атқан кезде, қазір мынаған қыстыратын кезде көрсетем. Так. Бір қабатын алып, осылай сборка жасаймыз. Бірінші сборканы осылай істеген кезде, мынаған келетіндей етіп келтіріп аламыз, сосын барып ара қашықтықтарын ине қыстырып атқан кезде бір тегіс етіп реттейтін боламыз. Қазірге тек осылай ашып, мұны жобаладық. Енді мынау бізде қазір былай ашып тіктік қой, осыны былай қарай қайыра отырып, мына жерге инемен қыстырамыз. Дублиринданған жағы сыртқы жағына келу қажет. Өйткені біз оған қазір түймелік жасайтын боламыз, және түйме қадайтын боламыз. Сол кезде бізге осы формасын ұстап тұру керек. Енді мына жерге сборканы сәйкестендіреміз былай қарай. Өйткені бізде мына жерде сборкамыз аз, мына жақтың сборкасы көп болып кеткен. Осыны былай қарай әдемілеп сәйкестендіріп инемен қыстырамыз. Осылай соңына дейін қыстырып аламыз, қазір көрсетейін. Міне мына секілді етіп, полностью мына шетінен бастап, мынау соңғы шетіне дейін осылайынан қыстырып аламыз. Сосын осы аралықты түзу етіп 1 см ара қашықтықта тігеміз. Одан кейін барып мынаны ішіне қарай қайырып, былай тағы бастырып тігетін боламыз. Міне мына жерде жеңді тігіп алдық. Тігіп болғаннан кейін мынау барлық мусорларын ішіне қарай қайырамыз. Сөйтіп инемен қыстырамыз мына жерге. Осылай қыстырған кезде мына тігістің үстін басатындай етіп, астыңғы жақты қалдырамыз. Сосын инемен қыстырамыз. Осы жерде инені мына бетінен, либо мына бетінен разница жоқ. Қазір тіккен кезде мына жерден 0,1 см былай бастырып кетеміз. Сол кезде астындағы тігісті басып кету үшін мына жердегі тігілген тігістен 1 см өткізіп барып былай қайыруымыз керек. Мына жақты есептеп отырып, мынау былай тартылып қалмау керек, оған да мән береміз. Осылай қайырып отырып тігеміз. Осы кезде үтіктеп алып барып, дәл осыны инені қыстырмай тұрып, бірінші былай қойып, үтіктеп алып, мына жерге келтіріп, содан кейін барып инемен қыстырсаңыздар да болады, ол да кішкене оңайырақ болады. Қазір енді осының бәрін осылай қайырып, инемен қыстырып шығамыз, міне мына секілді етіп. Сосын мынау сыртынан 0,1 мм арақашықтықтан былайынан соңына дейін бастырып шығамыз. Кейін нерге 2 кнопка қадайтын боламыз, немесе 1 кнопка. Қыздар, бізде мынау етекте именно алдыңғы жағы 4 см-дей қысқа болып қалған. Мына жерде астыңғы жақ беті қысқа болып қалған, чем мына жақ бетіне қарағанда. Сол себепті
мына жерде біз қазір осылайнан тігетін орынды белгілеп қойдық. Тура сол ары қарай қай жерден тігіліп кетеді, почти 5 сантиметрдей ғой, 5 сантиметр арақашықтықта былайнан белгілеп қойдық. Бұл бізде қазір былай қарай қайырылатын сызығымыз. Қазір мына етегіне полный оберлок салып аламыз астыңғы жағына. Мына жерді де тіккен кезге оны да осылай белгілеп кеттік. Бұл қай жер десеңіздер, біздің мынау қайырылатын аралық. Мына жерде метка тұр ғой, осы бойынша қайырылған ішкі жақ бетіне тігілетін детальді осылай тегіс етіп кесіп алдық. Содан еще 5 сантиметр мен тігіп жатырмын. Ал енді сіздерде мына жер былай ұзындығы бірдей болып келеді, лекалада біз қосып беретін боламыз. Ол кезде сіздер 2 немесе 3 сантиметр арақашықтықтан тігесіздер. Сол кезде сіздерде біздікіне дәу емес, кішірек болып қайырылады, етегі қатты қысқарып қалмайды. Енді мынаны тігу үшін бірінші былай қарай қайырамыз. Сосын тура жаңағы тігу керек орнымызды мына жақтан тігіп аламыз. Екінші мына жақ бетінде дәл солай былай қарай қайырылып, тігілу керек жерді тігіп аламыз. Так, мынау ашайық. Осы жерге келу қажет. Осы аралықты бірінші тігіп аламыз. Одан кейін барып бастырып тігетін, арғы бетіне аударып тігетін боламыз. Мынаны біз ішкі жағына қайырып, артық тұрған жерлерін кесіп тастай салдық ішіндегі. Сосын осылай кетіп, инемен қыстырып қойдық. Қазір тура осы иненің мынау негізгі матаны әдіпті басып кетуіміз керек. Осы жерден бастап былай қарай осы үлкен күйінде айналдыра ана шетке дейін тігеміз. Соңына дейін емес, осы шетке дейін ғана тігеміз. Мына жерге оберлок, мына жерге оберлок жасаймыз. Мына жақтағы мойын ойнысындағы тігістерін осылай ішкі жағына бекітіп тастаймыз іш жақ бетінен. Сонда сыртқы жақ бетінде былай тұрады. Осыны тіккен кезде мына жері бірдей болу керек. Бірдей болса еш жағы тартпайды, әдемі болып тұрады. Потом соңында мына жаққа кнопка қадаймыз. Мынау ішкі жақ бетіндегі қыстырылатын жерге тоже кнопка, немесе байлап қойсаңыздар болады, немесе түйме қоюға болады. Біз қазір кнопка қадай салайын деп тұрмыз осы жерге. Сонымен жалпы жұмысымыз аяқталады. Қыздар, қазір мына жерде біз костюмнің алдына осындай оюды түсіріп жатырмыз. Мынау бізде кәдімгі сублимация қағазы, арнайы матаға басылатын бояумен бірге. Енді қазір осы жерге алдыңғы жағына формасын осылай қойып келтіріп жатырмыз. Сол форманы келтіріп, так, осылай қойып аламыз да, үстінен кәдімгі үтікпен басып жасайын деп жатырмыз. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Негізі термопресс болса, термопресспен жасаған дұрыс. Так, осылай үстінен ұстап тұрамыз. Где-то 1 минут 20 секунд ұстаймыз. Сол кезде жақсы ұсталынады. Мысалға мына жерде қараңыздар, мынау 1 минуттан аса уақытта тұрған, ал мына жақ беті 1 минут қана тұрған. Сол үшін бұл жер ақшыл, мына жер қанық болып көрініп тұр. Қыздар, мына костюмды осылай алдын байламайық та киюге болады. Артқы жағы, алдыңғы жағы. Байлайын десеңіздер, мына жерге кнопка жасадық. Осылай кнопкасын қадап, мына жаққа байлап қоя беруге тоже болады. Нәтижесінде осындай әдемі костюмымыз дайын болды. Бұның алдына осындай сублимациямен біз жабыстырып, әдемі етіп сәндедік. Сублимацияның қағаздары тоже бізде сатылады. Егер қаласаңыздар, сатып алсаңыздар болады, бөлек сатылады. Міне нәтижесінде осындай болды. Лекаласын алу үшін төмендегі менеджердің номеріне жазыңыздар. Менің парақшамда бұдан да басқа пайдалы видеолар бар. Егер қаласаңыздар, парақшама тіркеліп көрсеңіздер болады.